Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Бүгін сіздермен үй жағдайында етті бәліш жасайтын боламын. Арасы құрғақ болмай, қамыры үгітіліп тұратын бәлішті жасап көріңіздер. Ол үшін ұнымызды електен өткізіп, тұз, қамыр қопсытқыш және бөлме температурасындағы сары майымызды алып, қолымызбен осылай қамырымызды үгітіп аламыз. Яғни крошки жасап алып, үстінен 20% қаймағымызды және жұмыртқамызды жарып салып, қолға жабысатындай кез келген формаға кете беретін жұмсақ қамыр илеп жарты сағатқа холодильникке қойып салмасын дайындаймыз. Салмасына етті турап, пиязды турап және де картошканы үкіштен өткізіп алдым. Сарымсақ, тұз және де қара бұрыш, татымына қарай кориандр және паприка салып, үстінен су қосып алдым. Барлығын жақсылап араластырып, дәмі кіргенше араластырып аласыздар да, дайын болып тұрған қамырымызды алып, ортасынан теңдей етіп екіге бөліп аласыздар. Қамырымызды бөліп алғаннан кейін қолымызбен формасын шығарып, домалақтап алып, тынып дайын болғаннан кейін қамырымызды жайып аламыз. Қамырды қатты жұқа етіп жайып қоймайсыздар, видеода көріп тұрғандай жұқалықта жайып аласыздар. Енді дайын болған қамырымызды табамызға орналастырып, үстінен салмасын салып аламыз. Үстіндегі қамырын да тура астыңғы қамыр сияқты жұқалықта жайып аласыздар да, оны да үстіне орналастырып шығасыздар. Енді екі қамырдың басын біріктіріп, шетін осылай үлкендеу етіп шығарып аласыздар. Қазір шетінің формасын шығарып, осылай өріп алдым. Видеода көріп тұрғандай етіп әсемдік ретінде және де жұмыртқаның сарысын жағып, вилкамен кішкене формасын келтіріп алдым. Дайын болғаннан кейін 180 градусқа қызып тұрған пешімізге 45-50 минуттай қойып аламыз. Дайын болды, жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар.